Сіз тіс пастасын тек тіс жуғаннан басқа қандай жақтарға қолданып жүрсіз? Егер қолданбаған болсаңыз, видеоны толығымен көріңіз. Егер видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Бірінші, піскен күрішке тіс пастасын қосып әбден араластыратын болсаңыз, супер клейден де мықты клей жасап алуға болады. Екінші, пиваны ішіп мас болғанша оны тіс пастасына қосатын болсаңыз, аяқ киіміңіздің төменгі жақтарындағы дақтарды, кірлерді тап-таза етіп сүртіп алуға болады. Үшінші, тіс пастасына порошок сұйықтығын қосып, аяқ киімдеріңізді жуатын болсаңыздар, аяқ киімдеріңіз магазиннен алғандай жарқырап, әдемі болып шыға келеді. Төртінші, тіс пастасына ферриді қосып, үйдегі айналарыңызды сүртетін болсаңыздар, айналарыңыз фигураңызды әдемі етіп көрсететін болады. Бесінші, тіс пастасына уксус қосатын болсаңыз, үйіңіздегі кухняңыздағы майдың дақтарын тап-таза етіп кетіруге, сүртіп жіберуге болады. Алтыншы, тіс пастасына арақты қосып араластырып, үйдегі нержавейка ыдыстарыңыздың сыртындағы дақтарды сүртетін болсаңыздар, тап-таза етіп кетіріп беретін болады. Жетінші, тіс пастасын тура осылай түбін бұрыштап кесіп жібересіздер, унитаздың суына салып жіберетін болсаңыз, тіс пастасы біткенше туалетіңіз тап-таза әрі қош иіс аңқып тұратын болады. Сегізінші, 50 градус айналасындағы жылы суға тіс пастасы арақ, сосын ферриді салып жіберіп, әбден араластырып, үйдегі май болып, май сіңіп, кір сіңіп кеткен орамалдарыңызды 15 минутқа шылап қоятын болсаңыздар, орамалдарыңыз тап-таза етіп жуып алуға болады. Тіпті де көп пайдалы ақпарат бізде достар, бізге міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.